Анар жемісінің пайдасы. Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіздермен керек арнасы. Видеоға лайк басып, комментарий қалдырып, қоңыраушаны басып қоюларыңызды сұраймыз. Қазіргі уақытта иммундық жүйені нығайту өзекті мәселеге айналды. Дәріханаға жүгінбей, қажетті қоректік заттардың барлығын қарапайым жемістерден алуға болады. Мысалы, анардың құрамында көптеген пайдалы заттар бар. Бұған оның ерекше құрамы себепші. Жемістің дәндері, шырыны және қабығы адамға қажетті микроэлементтерге толы екен. Анар биіктігі 6 метрге дейін жететін бұта немесе ағаш. Бұл жемістер ірі, қызыл және шар тәрізді болып келеді. Қабығының астында көптеген тәтті дәндер бар. Шығыс халықтары анарды байлық пен молшылықтың символы ретінде санап, оны барлық жемістердің патшасы деп атайды. Пайдасы: жүрек тамыр жүйесі үшін өте пайдалы. Ол қан тамырларын нығайтады, қан қысымын қалыпқа келтіреді және гемоглобин мен эритроциттердің белсенді синтезіне ықпал етеді. Аурудан немесе операциядан кейінгі әлсіздік кезінде дәрігерлер осы жеміспен тамақтануға кеңес береді. Дәндері Б және С тобындағы көптеген дәрумендерге бай, ал қабығы калий, кальций, магний, темір, мырыш, марганец және хромға толы. Сонымен қатар бұл жемістің құрамында ерте қартаюдан қорғайтын және қатерлі ісік қаупін азайтатын күшті антиоксиданттар бар. Медицинада бұл өсімдіктің барлық бөліктері қолданылады. Жемістің көмегімен анемияны, диареяны және тері ауруларын емдеуге арналған әртүрлі дәрі-дәрмектер мен қайнатпалар дайындалады. Оның құрамында шарап, шайыр-тас, лимон, алма, бор және қымызды қышқылдар бар. Осы қышқылдардың арқасында анар тәбетті оятып, асқазанның ас қорытуын жеңілдетеді. Анардың ішіндегі сүйектерді жеуге болады. Олар мүмкіндігінше жұмсақ болуы керек. Оның сүйектері ас қорыту жүйесі арқылы өту кезінде токсиндердің шығарылуына ықпал етеді. Құрметті көрермендер, ал сіз анарды жиі жейсіз бе? Төменде жаза кетіңіздер. Денсаулығыңыз мықты болсын.